Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 21-ші сабақ 2-ге, 5-ге, 10-ға бөлінгіштік белгілері. Достық тақырыбы. Бірінші есепте бізде сандарды оқы, қандай сандар 10-ға бөлінеді деп ойлайсың дейді. Мына жерде бізде сандар берілген, осы сандардың ішінен 10-ға бөлінетін сандарды теріп жазайық. 10-ға бөліну үшін бізде санымыз 0 цифрымен аяқталу керек. 0 цифрымен аяқталып тұрған мына сан бізде, яғни 34560. 34560 саны бар. Так, мынау бөлінбейді, себебі 4 цифрмен аяқталып тұр. Мынау да бөлінбейді, себебі 6 цифрмен аяқталып тұр. Ал мынау бізде 0 цифрмен аяқталып тұр, демек 10-ға бөлінеді. 42650. Келесі 65540-та бізде 10-ға бөлінеді, себебі 0 цифрмен аяқталып тұр. Келесі 65400 сол бөлінбейді, себебі 3 цифрмен аяқталып тұр. Берілген теңдіктерге сүйеніп, бөлуді орындамай-ақ 10-ға бөлінетінін дәлелдей аласың ба дейді. Яғни мына жерде көрсетіліп тұр, осы 3 сан 10-ға бөлінеді, себебі мына 3456-ны 10-ға өйтсек, осы санымыз шығады. 4265-ті 10-ға өйтсек, мына 42650-іміз шығады. 6554-ті 10-ға өйтсек, 65540-ымыз шығады. Яғни осы соңғы 0-ін алып тастап, керісінше сол санды 10-ға көбейтетін болсақ, мына санымыз қайтадан шығады екен. Енді сонда 10-ға бөлінгіштік белгісін құрастырып көр дегенде бізде ереже берілген санымыз 0 цифрмен аяқталса, онда сан 10-ға бөлінеді. Келесі есіңде сақтай берілген 0-мен аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді. 0-мен және 5-пен аяқталатын сандар 5-ке бөлінеді. 0, 2, 4, 6, 8-ге аяқталатын сандар 2-ке бөлінеді. Яғни 0-мен аяқталса 10-ға бөлінеді, ал 0-мен 5-пен аяқталса 5-ке бөлінеді, ал 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрлармен аяқталса, ол сан 2-ге бөлінеді. Ереже бұл бізде. Келесі 2-де асыншы есеп бізде қай сандар 5-ке бөлінеді, қай сандар 2-ге бөлінеді дейді. 5-ке бөлінетін сандарды теріп жазайық бірінші. 5-ке бөлінетін сандар 0 цифрмен аяқталу керек. Яғни мына 54270. 54270 0 цифрмен аяқталып тұр, демек ол 5-ке бөлінеді. Мынау бөлінбейді, так, мынау да бөлінбейді, мынау да бөлінбейді бізге, мынау да 54275 бөлінеді. 54275. Сосын 30875 бөлінеді. 30875. Сосын 885 бөлінеді. Келесі енді 2-ке бөлінетін сандар. 48732 саны бөлінеді 2-ке. Себебі мына 2 цифрмен аяқталып тұр, иә? 48732. Келесі 54270-те 2-ке бөлінеді, себебі 0 цифрмен аяқталып тұр. Келесі 30876 6 цифрмен аяқталып тұр, демек 2-ке бөлінеді. Так, мынау бізде 7 цифрмен аяқталып тұр, бұл бөлінбейді. 854 2-ке бөлінеді, себебі 4 цифрмен аяқталып тұр. Келесі бізде екінші қатардағы 8732 санында бізде 2-ке бөлінеді. Себебі 2 цифрмен аяқталып тұр. Келесі мынау бөлінбейді 2-ке, мынау да бөлінбейді бізде, мынау да бөлінбейді, және мынау да бөлінбейді екен. Себебі 1 цифрмен, 5 цифрмен, 5 цифрмен, 5 цифрмен аяқталып тұр, демек олар 2-ге бөлінбейді. Келесі 2-ші ә есебінде өз тұжырымыңды дәлелдеп, бөлуді орында көбейту арқылы тексер дейді. Бірінші 5-ке бөлінетін сандарды жазып алдық қой, біз 4 санды, осы 4 санды мына жерде бағандап бөліп көрсеттім. 54270-ті 5-ке бөлгенде 5-тен қайырамыз, 5-тің ішінде 5 бір рет бар. 1-ді 5-ке өйтсек 5. 5-тен 5 салсақ 0. 4-ті түсіреміз. 4 5-ке жетпейді. 2-ні қасына қатар түсіреміз. 2 санды қатар түсірсек, мұнда 0 жалғаймыз. 0 жалғадық. Енді 42-ның ішінде 5 бізде 8 рет бар. Мұнда 8 қоямыз. 5 8-ге өтсек 40, 42-ден 40 тазайтсақ 2 болады. 2-ның қасына 7-ні түсіреміз. 27, 27-ның ішінде 5 бізде 5 рет бар. 5 саламыз мұнда. 25, 5-ке өтсек 27-ден 25 салсақ 2 болады. Оның қасына мына 0-ді түсіреміз. 20-ның ішінде 5 4 рет бар.
5-ті 4-ке өйтсек 20, 20-дан 20 алсақ 0. Сонда бізде 10.854 саны шығады екен бөлуден. Енді оны көбейтумен тексеріп көрейік. 10.854-ті 5-ке көбейтеміз. 54.270 санымыз шығады екен. Келесі 54.275 санын 5-ке бөлгенде 10.855 шығады. 10.855-ті көбейтсек 5-ке 54.270 шығады. 275 шығады. Келесі 30.875-ті 5-ке бөлеміз. 6.175 шығады. 6.175-ті 5-ке бөлсек 30.875-іміз қайтадан шығады. Келесі 885-ті 5-ке бөлеміз. 177 шығады. 177-ні 5-ке бөлсек 885 болады. Енді 2-ке бөлінетін сандарды бөліп көрсетейік және көбейту арқылы тексереміз. Яғни 48.738 санын 2-ке бөлеміз. Сонда бізде 4-тен қайырамыз. 4-тің ішінде 2 рет бар. 2-ні 2-ке өйтсек 4, 8 түсіреміз. 4 рет бар. 8-дің ішінде 2, 4 2 8, 8-ден 8 аламыз, 0 болады. 7-ні түсіреміз. 7-дің ішінде 2, 3 рет бар. 2-ні 3-ке өйтсек 6, 7-ден 6-ны азайтамыз, 1. Қасына 1-дің 3 түсіреміз. 13 болады. Сонда 13-ті 2-ке бөлсек 6, яғни 13-тің ішінде 2,6 рет бар. 6 2 12, 13-тен 12-ні алсақ 1. Оның қасына мына 2-ні түсіреміз. 12 болды. 12-ні 2-ке бөлсек 6, немесе 12-ның ішінде 2, 6 рет бар. 6 2 12, 12-ден 12-ні алып 0 шығарамыз. Сонда жауап бізде 24.366 болады. Осы 24.366-ны 2-ке көбейтеміз. Сонда қайтадан 48.732 шығады екен. Келесі сан бізде 8.732 саны, оны 2-ке бөлсек 4.366 шығады. 4.366-ны 2-ке көбейтсек 8.732 шығады. Көбейтуді орындағанда қайтадан тексеріп. 54.270-ті 2-ке бөлсек бізде 27.135 шығады. Осы 27.135-ті 2-ке бөлсек 54.270-іміз шығады екен. Келесі 30.876-ны 2-ке бөлсек бізде 15.438 шығады. Осы 15.438-ді 2-ке көбейтсек 30.876 шығады. Келесі соңғы санымыз бізде 854-ті 2-ке бөлсек 427 шығады. Осы 427-мізді 2-ке көбейтсек қайтадан 854-іміз шығады екен. Келесі енді 3-те А-сыншы есепте кестеден 5-ке 10-ға бөлінетін сандарды тап дейді. Бірінші 5-ке бөлінетін сандарды жазып алайық. 5-ке бөліну үшін 0 және 5 цифрмен аяқталу керек. Яғни мынау болады бізде 30 болады, 0-мен аяқталып тұр. 40 болады. Мында 60 болады. Тағы да 100 болады. 200, 240, 325, 450, 500, 1000, 1815 және 1110, 124.750, 60.000, 25.000 сандары. Осы 5-ке бөлінетін сандар. Осыларды теріп жазайық мұнда. 30, 40, 60, 100, 200, 240, 325, 450, 500, 1000 және 1815, 1110, 25.000, 60.000, 124.750 сандары екен. Енді 10-ға бөлінетін сандар. Теріп жазайық. 10-ға бөліну үшін 0 цифрмен аяқталу керек. Бізде 30 жатады, 40 жатады, 60 жатады, 100 жатады, 200, 240, 450, 500, 1000, 1110, 25.000 және 124.750 сандар жатады екен. 10-ға бөлінетін сандарға жазып шығайық. 30, 40, 60, 100, 200, 240, 450, 500 және 1000, 1110, 1110, 25.000, 124.750 сандар екен. Осы сандар 10-ға бөлінетін сандар.
Келесі ә есебінде бізде эйлервен дөңгелегін салып, оған кестеден 4 саннан алып жаз дейді. Мына кестеден іште асыншы есептегі кестеден 4 саннан алып жаз дейді. Мына жағында 2-ке бөлінетін, мына жағында 5-ке бөлінетін, ал ортасында мына бөлікте бізде, мына бөлікте 2-ге де 5-ке де бөлінетін сандарды жазуымыз керек. Так, 4 саннан алып жаз делінген, иә? Так, тек қана 2-ке бөлінетін сандар бұл жерде бізде 12-ні алсақ болады. Так, 18-ді алсақ болады. Так, кішкене үлкендеу салайық, енді 156-ны алсақ болады. Так, сосын 5016-ны алсақ болады. Бұлар 5-ке бөлінбейді, бірақ 2-ке бөлінеді. Енді 5-ке бөлінетіндерін алайық. Тек қана 5-ке бөлінетіндерін жазайық. Так, бізде тек қана 5-ке бөлінетіндері 5 цифрмен аяқталу керек, е? Так, бізде 5 цифрмен аяқталатын бұл жерде. Так, 325 бар. Так, сосын 1815 бар. Так. Так, мына жерде бізде 5 цифрмен аяқталатын. Мына қатарда жоқ, мына қатарда жоқ. Мына жерде де жоқ. Так, 1815 жаздық мына жердегі. Так, болды, осы екеу екен, тек қана 5-ке бөлінеді бұл екеу. Енді ортасына 2-ке де 5-ке бөлінетін сандар жазамыз. Олар 0-мен аяқталу керек. 4-еуін жазсақ болады, 30 жазсақ болады. Так, 40-та жатады, бірақ кішкене үлкенірегін алайық, иә? 200 санын алсақ болады. Так, 500 санын алсақ болады. Және 1110 санын алсақ болады. Осы 4-еуі 2-ке де бөлінеді, және 5-ке де бөлінеді екен сонда. Алдыңғы есепте 5-ке бөлінетін сандардың ішінде 325 жаздық па? Жазған екенбіз. Так, келесі 4-ші А есебі. Есепті шығар делінген. Арман достарымен стадионға футбол ойынын көруге келді. Стадионның 4 секторына 21370 жанкүйер орналасты. Бірінші секторға 9240, ал екінші секторға біріншіге қарағанда 890 жанкүйер артық отырды. Қалғандары 3-ші және 4-ші секторларға теңдей бөлінді. 3-ші секторда қанша жанкүйер отыр дейді. Бірінші шартын осылай құрып алдық. Бірінші секторға 9240 жанкүйер, екінші секторға белгісіз, бірақ біріншіге қарағанда 890 артық. Үшінші сектор мен төртінші секторда бірдей адамдар саны, бірақ белгісіз қанша екен. Жалпы стадионға 21370 жанкүйер келген екен. Енді шешуін шығарайық. Үшінші секторда қанша жанкүйер отырғанын табайық. Ол үшін алдымен екінші сектордағы жанкүйер санын тауып алайық. Ол үшін бірінші сектордағы 9240-қа қосамыз біз 890-ды. 9240-қа 890-ды қосамыз. Так, 10130 болады. Сонда екінші секторға 10130 адам келген екен, е? Отырған екен. Енді бізде қалғанын табу үшін, қалғаны үшінші және төртінші секторға отырған ғой. Онда 21370-тен азайтып аламыз 10130-ды. 11240 болады. 11240. Бұл үшінші және төртінші секторға отырған адамдар саны, е? Онда біз осы екеуіне бірдей теңдей отырған ғой, е? Теңдей жанкүйер отырған. Онда осы санды 2-ке бөлеміз. Сонда 5620 жанкүйер үшінші және төртінші секторға отырған екен. Кешірерсіздер оқушылар, бұл жерде мынаны ескермеппіз. Бұл жерде мынаны ескеруді ұмытып кетіппіз. Так, мынау бізде барлық 4 секторға келген адам саны, содан тек қана екінші секторды азайтып қойыппыз.
біз екінші секторды емес, екінші және бірінші сектордың қосындысын азайтуымыз қажет. Сонда үшінші және төртінші сектордағы жаңа жанкүйерлердің саны шығады, иә. Так, онда 9240-қа қосамыз біз 10130-ды. 21370-тен азайтамыз. Так, 10130-ға қоссақ біз 9240-ты, бізде 19370 болады. Соны 21370-тен азайтамыз. Сонда 2000. Сонда екінші және үшінші секторға 2000 адам отырған. Екеуіне теңдей отырған деп айтып тұр ғой, онда осыны теңдей 2-ке бөлсек, бізде 2000-ды 2-ке бөлетін болсақ 1000 шығады. Сонда үшінші секторға 1000 жанкүйер отырған екен. Былай жазып алайық, шешуінен бұрын. Так, 10130 екінші секторға отырған жанкүйерлер саны. Так, енді сонда 1000 адам үшінші секторға отырған. 1000 адам тағы да төртінші секторға отырған. Сонда жауабында бізде тек қана үшінші сектор сұраған екен. Онда жауабына 1000 адам деп жазып кетеміз. 1000 жанкүйер немесе. Келесі төртінші есептің әсі. Есептің сұрағын толықтырып, оны шығар дейді. Bir күн ішінде стадионның үш кассасында 5240 билет сатылды. Бірінші кассада 1240 билет сатылды. Бұл екіншіге қарағанда 2 есе артық. Енді сұрақты толтыруымыз қажет. Кассада қанша билет сатылды дейді. Қай кассада екенін көрсетуіміз керек, иә. Бізде бірінші кассада 1240 билет сатылған. Екінші кассада енді бірақ бұл екіншіге қарағанда 2 есе көп артық дейді. Демек екінші касса бұдан 2 есе аз, 2 есе кем билет сатқан. Яғни 2 есе кем болады. Екінші кассада 2 есе кем мынаған қарағанда, біріншіге қарағанда. Сосын бізге үшінші касса жоқ берілмеген. Онда мына сұраққа үшінші кассада қанша билет сатылды деп жазып қоямыз. Үшінші кассада белгісіз билет. Так, жалпы барлығында 5240 билет. Енді біз мына екінші кассадағыны тауып алу үшін неше билет сатылған? Осы 1240-ымызды, яғни бірінші кассадағыны 2-ке бөлеміз. 2 есе кем десе 2-ке бөлеміз, бізде 620 шығады екен. Бұл екінші кассада 620 билет сатылған екен. Енді үшінші кассадағы билет санын табу үшін біз мына барлық билет санынан 5240-тан азайтамыз. Бірінші кассадағы билет саны мен екінші кассадағы билет санының қосындысын. 5240 азайтылған. Так, 1240-қа 620-ны қосамыз. 1860 болады. Оны 5240-тан азайтатын болсақ, 3380 болады. Сонда бізде үшінші кассада 3380 билет сатылған екен. Келесі 5-ші есеп. Есепті шығар, мәтіннен математикалық шамаларды таңдап алып, өз есебіңді құрастыр дейді. Футбол ойынына билет сатып алған балалар кассаға 10.000 теңге төледі. Олар 1225 теңгеден 3 билет және 1485 теңгеден 4 билет сатып алды. Балаларға қанша ақша қайтарды, қандай қағаз ақшамен және монеталармен қайтарды деп бізге сұрақ қойылған екен. Есептің шартын құрып аламыз. 3 билет 1225 теңгеден алған, 4 билетті 1485 теңгеден алған. 10.000 теңге, 10.000 теңге, мында 1000 теңге деп кетіпті. 10.000 теңге төленген. 10.000 теңге төленген, қанша теңге қайтарды? Енді есепті шығарайық.
Так, біз үш билет, біз онда былай шығарамыз. Қанша теңге қайтарған табу үшін берген ақшасынан 10 мыңнан азайтамыз. Біз үш билетті 1225 теңгеден алған, иә. Және қосамыз оған 4 билетті 1485 теңгеден алған. 4 көбейтілген 1485 аламыз. 10 мың азайтылған. Так, енді бізде 1225-ті 3-ке көбейтсек 3675 теңге шығады. 3675 теңге. Және 4-ті көбейтсек біз 1485-ке бізде 5940 шығады. Тең болады. Так, сонда 10 мың азайтылған. Енді 5940 пен 3675-ті қоссақ, бізде 9615 шығады. 10 мыңнан азайтатын болсақ, 385 шығады. Сонда қайтарған ақшасы 385 теңге екен, иә, қайтарған ақша. Енді қандай қағаз ақшамен және монеталармен қайтарды дейді. 385 теңгені қағаз ақшамен қайтара алмайды оны. Так, монеталармен қайтару мүмкін. 200 теңгелік монета бар. Сосын 100 теңгелік монета беру мүмкін. 300 теңге болды. Сосын 50 теңгелік монета беру мүмкін. Тиын, иә. Сосын 350 болды, иә. Так, енді 20 теңгелік монета беру мүмкін. Және 10 теңгелік монета және 5 теңгелік монета беру мүмкін. Сонда бізде 350, 370, 385 теңге шығады екен міне. Қағаз ақша берілмейді. Так, енді келесі жауабы. Сонда 385 теңге қайтарды. 200, 100, 50, 20, 10 және 5 теңгелік монеталармен қайтарды дейік. Келесі бізде 6-шы есеп, есепте және тексерде жазылған. Так, бұл жерде 3002-ні 4-ке көбейтеміз. 4-ті 2-ке көбейтеміз 8, 0-ді 4-ке көбейтеміз 0, 0-ді 4-ке көбейтеміз 0, 3-ті 4-ке көбейтеміз 12. Және оны тексереміз, яғни 12008-ді 4-ке бөлеміз. 12-ден қайырамыз, 12-нің ішінде 4 3 рет бар, 4 3-ке бөлсек 12, мына 2 0-ді мұнда тіркеп жазамыз, 8-ді түсіреміз, 8-нің ішінде 4 2 рет бар, 4 2 8, 8-ден 8 аламыз, 0 болады. Сонда біздің жауабымыз дұрыс екен. Келесі 820.365-ті 5-ке бөлсек, 164.073 шығады. Оны көбейтумен тексерсек, 164.073-ті 5-ке бөлсек, 820.365 шығады. Енді келесі 16.004-ті 6-ға көбейтеміз. Ол кезде бізде 96.024 шығады. Осы 96.024-ті 6-ға бөлсек, 16.004 шығады. Енді келесі соңғысы мында жазды, міне 480.306-ны 2-ке бөлсек, бізде 240.153 шығады. Осы 240.153-ті 2-ке бөлсек, 480.306 шығады екен. Келесі 7-ші есепте ойлан және жауап бер дейді. Сенің туған күніңе достарың келеді. Сен олармен өзің құрастырған үстел үсті ойынын ойнауды жоспарладың. Ойын үшін барлық ойыншыға теңдей бөліп берілетін қима қағаздар қажет. Ойынды 5 ойыншы да 10 ойыншы да ойнай алатындай қанша қима қағаз әзірлеу қажет. Әртүрлі нұсқаны қарастыр дейді. Демек 5 ойыншыға да 10 ойыншыға да бөліп беруге болатын қима қағаз керек болса, онда қима қағаздардың саны 5-ке де 10-ға да бөлінетін сандар болу керек. Біз 30, 40, 50, 60 ала берсек болады. Яғни ол сандар бізде 0-мен аяқталып тұр. Демек 5-ке де 10-ға да бөлінеді деген сөз. Мына жерде мен екеуін алып көрсеттім. 30 қима қағаз болса, 5 ойыншы ойнайтын болса, әр ойыншы 6
6 қима қағаздан алады. Яғни 30-ды 5-ке бөлеміз 6. 5 ойыншы әрқайсысы 6 қағаздан алады екен. Осы 30 қағазды 10 ойыншыға теңдей бөліп беретін болсам, 3 қима қағаздан келеді. Яғни 10 ойыншы әрқайсысы 3 қима қағаздан алады екен. Келесі енді тағы да бір мысал ретінде 40-ты алдым. 40 қима қағазды 5 ойыншыға бөліп беретін болсам, әр ойыншыда 8 қима қағаздан, яғни 5 ойыншы әрқайсысы 8 қима қағаздан алады. Енді 10 ойыншы болатын болса, онда 40-ты 10-ға бөлем 4, яғни 10 ойыншы әрқайсысы 4 қима қағаздан алады екен. Келесі 8-ші есеп, берілген сандар 5-ке бөліну үшін олардың әрқайсысына қандай ең кіші санды қосу қажет дейді. Так, мына жерде 1289, оған біз 1-ді қоссақ 1290 болады. 1290-ымыз бізде 5-ке бөлінеді. Осы 1290-ды 5-ке бөлейік. 12-нің ішінде 5 бізде 2 рет бар. 29-ның ішінде 5 рет бар. 40-тың ішінде 5, 8 рет бар. 258 болады. Келесі 470.123. Бұған біз 2 санын қоссақ, бізде 470.125 болады. 470.125 болады, ол бізде 5-ке бөлінеді. Себебі 5 цифрмен аяқталып тұр. Бөлсек бізде 94.025 болады. Так, келесі 200.531. Оған 4 қоссақ, 5-ке бөлінетін сан шығады. 200.535. Сонда 200.535 бөлу 5 деп бөлген кездегі санымызды жазып көрсетіп кетейік. 40.107 болады. Енді бізде осыған ұқсас тапсырма құрастыр дейді. Бұл жерде мен 124 санын алдым. Оның 5-ке бөлінетін сан шығу үшін 1 қоссам жеткілікті. Сонда 125 болады. 125-ті 5-ке бөле алам. 120-ті 5-ке бөлсек, бізде 25 шығады. Келесі 9-ші есеп, ойлан және жауап бер дейді. 9 қабатта үйде жедел саты бар. 1-ші қабатта 2 адам, 2-ші қабатта 4 адам, 3-ші қабатта 8 адам, 4-ші қабатта 16 адам, 5-ші қабатта 32 адам, тағы сол сияқты тұрады дейді. Осы үйде жедел сатының қай батырмасы бәрінен де көп басылады дейді. Қай батырмасы бәрінен де көп басылады дейді. Әр қабат сайын адамдар саны көбейіп бара жатыр, қарасақ. Олардың барлығы үйден шығу үшін көбіне бірінші қабатта басады, яғни бір деген батырманы басады. Демек, бір батырмасы бәрінен де көп басылады екен. Мысалға 9 дегенде 9-ші қабатта тұратындар ғана басады. 8 дегенде 8-ші қабатта тұратындар басады. Ал жалпы барлығы үйден шығатын кезде жедел сатымен түседі ғой, сонда 1-ді басады. Сонда ең көп басылатын батырма ол бізде 1 батырмасы екен. Келесі 10-ші есеп, сандарды құрастыр дейді. Бізде асында 0-ден 9-ға дейінгі цифрлардан 2-ке бөлінетін 4 таңбалы 3 сан жаз дейді. Біз мына жерде 2042-ні жаздым, 3568 жаздым, 9716 деген сандарды жаздым. Яғни 4 таңбалы 3 сан жаздым. Олар 2-ке бөліну керек дейді. Енді 2-ке бөліп көрсетіп қойдым. 2042-ні 2-ке бөлсек 1021 шығады. 3568-ді 2-ке бөлсек 1784 шығады. 9716-ны 2-ке бөлсек 4858 шығады. Келесі әсінде сол сандарды 5-ке бөлінетін 5 таңбалы санға айналдыр дейді. 5 таңбалы санға айналдыру үшін 2042-ден кейін 5 санын жаздым. Сонда 20425 болады. 5-ке бөлінеді ол. 5-ке бөлсек 4085 шығады.
Енді 3568-дің 0 жалғасам 5-ке бөлінетін сан шығады. 35.680 болады, сонда 15-ке бөлсем 7136 болады. Келесі 9716 деген санға соңғы цифрына 5 цифрын қойсам, сонда 97165 санын 5-ке бөлсек 19433 сан шығады. Демек, осындай 3 санды жазып көрсет деген. Келесі басында 0, 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан 10-ға бөлінетін 6 таңбалы сан жаз дейді. Осы 0 цифрынан 5 цифрына деген сандарды қолданып, мен 3 сан жаздым. 543.210, 152.430, 342.510 деп. Оларды бөліп көрсетсек болады 10-ға. 10-ға бөліп көрсетсек те болады. 10-ға бөліп көрсетсек, міне, ең соңғы цифр бізе жойылып кетеді, 0 цифры. Себебі 10-ға бөлгенде сонымен қысқарады. 15243. Осындай сандар шығады екен. Сонымен бүгінгі біздің есептеріміз аяқталды. Видеоға қолдау білдіріп лайк басамыз, пікір жазайық және видеоны достарымызбен